Петропавлда тұрғын үйлердің бірінде өрт болды. Рижская көшесі 110-шы үйдегі пәтердің бірінен шықты. 4-ші қабаттағы пәтерден өрт тұтанып жатқанын көршілері байқап қалған. Өрт сөндірушілерді шақыртқан солар. Төтенше жағдай мамандары бірден 5 минуттың ішінде оқиға орнына жетіп, өрт сөндіруге кіріседі. 15-25 сағатта бізге хабар келіп түседі. 5 қабатты үйдің 4-ші қабатында өрт болып жатыр деген. 2 бөлмелі пәтерде өрт болғаны анықталды. 5 қабатты тұрғын үйден 10 адам мен 2 баланы эвакуацияладық. Өрт сөндіруге 3 бірлік техника мен 12 қызметкер қатысты. Өрт сөндірушілер үйдің есігі құлыптаулы болған соң пәтерге терезені бұзып кірген. Өрт сөндіруге де кіріседі. Алдын ала болжам бойынша электр жүйесіне қосылып қалған, үтіктен болуы мүмкін дейді. Мамандар өрт шалған аумақ 1 шаршы метрді құрағанын айтады. Өрт болған кезде үйдің иелері жұмыстарында болады. Абырой болғанда кәмелеттік жасқа толмаған балалар да пәтерде болмапты. Тіпті көршілері пәтер иелеріне хабар бере алмағандарын айтады. Утюг. Содан жанған. Ұмытып кетті? Өздерін таба алмай жатыр. Үйдің телефон номерін берген, несін берген жоқ. Мен сұрағам да сотовыйыңды берін деді. Айыры бермеді. Үйге звондадыңдар. Вот мінекей енді болғанда шақырып алар деді. Енді қазір айнекін есігін сындырды. Қазір участковый. Тұрғындар өрт салдары қиын болып, көрші пәтерлерге тарап кетуі де мүмкін дейді. Ал өрт болған аумақтың нақты себебі мен шығын әлі есептеліп жатыр.